Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Бүгінгі выпуск өте қызықты әрі пайдалы болады. Себебі тақырыптан байқаған шығарсыздар. Айына 1 миллион теңге алып келетін мамандықтар туралы айтамыз. Мен барлығын тек сөзбен емес, осылай карточкамен көрсететін болам. Қарасаңыздар, бірінші мамандық, екінші мамандық, әр мамандықтың плюс-минустары туралы айтатын боламыз. Болашағы бар ма, жоқ па, сол туралы тақырыпты қозғаймыз бүгін. Алдымен видеоны бастамастан бұрын лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде. Себебі алдағы уақытта өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ал неше бастайық. Енді мен қазір мына жерден топ 5 мамандықты алып отырмын. Қазіргі HeadHunter сайтында өте көп жарияланған. Солардың арасында біз салыстыратын боламыз. Қайсының болашағы бар, қайсының болашағы жоқ, қайсының бастау жеңіл, қайсының бастау қиын. Ендеше бірінші мамандықтан бастайық. Мінекей карточка. Бірінші мамандық бұл оператор колл-центр. Енді бұл мамандық иесінің қызметтерін тоже жазып қойдым. Мына жерге назар аударыңыздар. Қызметі қандай? Компанияда отырып, сол жерде отырып, клиенттерге қызмет көрсету. Белгілі бір қызмет бойынша, немесе товар бойынша бұл мүмкін. Мысалы, банкте жұмыс істейтін колл-центрлер, оператор мамандары бар. Сұрақ болса клиентте, соған жауап береді. Яғни қызметі осы. Енді бұл жерде 4 критерий бар: табыс, оңайлығы, перспективасы және бос графигі. Табыс дегеніміз қазіргі айлығы қанша? Енді бұл айлықты біз өзіміз ойлап тапқан жоқ. Сол HeadHunter деген вакансиялар жарияланатын, жұмысшылардың зарплатасы сол жерде көрсетілетін сайттан қарадық. Сол жердегі операторлардың орташа жалақысы 200 000 теңге басталады. 300 000 теңгедей табатындар бар, 400 000 теңге табатындар бар. Бірақ 200 000 теңге көпшілігінде солай. Бонустарымен, анау-мынаумен где-то 500 000, 600 000 теңге табу мүмкіншілігі бар екен бұл вакансияда. Енді оңайлығына тоқталайық. Оңайлығы. Бұл жұмыстың оңайлы қиындығы емес, бастау жағынан қалай. Жалпы оператор колл-центрдің оңайлық жағынан 7 деген балды беріп отырмыз. Ол 10-нан 7. Қатты қиында емес, оп-оңайда емес. Бұл жерде белгілі бір қабілеттер талап етеді. Өйткені кез келген адам клиенттермен сөйлесе алмайды. Мысалы, кейбіреулер ұялуы мүмкін, кейбіреулер телефонный звонокпен сөйлескісі келмейді. Жалпы оңайлық жағынан 7 деген балды беріп отырмыз. Келсе, перспективасы. Бұл жалпы мамандықтың болашағы бар ма, жоқ па? Қазір байқасаңыздар, искусственный интеллект, жасанды интеллект көптеген мамандықтарды басып кетіп жатыр. Мысалы, дизайнерлер қазір көбінесе искусственный интеллект басып кетті. Разработчик сайт жасайтындарды уже искусственный интеллект басып кетті. А енді оператор колл-центрлерді баса ала ма, жоқ па? Бұл жерде біз 6 деген балды беріп отырмыз. Басу мүмкіндігі өте жоғары. Өйткені қазір чат-боттар пайда болды көптеген, яғни операторның өзі звондамаса да клиенттерге, в принципе, искусственный интеллект өзі хабарласып, сұрақтарына жауап бере алады. Байқасаңыздар, Қазпоштаға немесе банкке хабарлассаңыз, бірінші оператормен байланыстырмастан бұрын сұрағыңыз қандай? Мен сізге жауап берем деп уже искусственный интеллект жаймен кіріп келе жатқан біз байқап жатырмыз. Бос график. Енді бос график деген удаленкада жұмыс істей аламыз ба? Яғни сіз өзіңіздің личный өміріңізге уақыт бола ма, егер осы вакансияда жұмыс істесеңіз? Болмай ма? Бұл жерде біз 5 деген балды беріп отырмыз. Кейбір компанияларда удаленка жұмыс істеуге болады. Үйде отырып та істеуге болады, кейбіреуінде жоқ. Сондықтан бұл жерде 5 деген балл. Енді көпшілік компанияда негізі келіп жұмыс істеу керек деген графикті қойып береді. 5-те 2, как положено, таңертеңнен кешке дейін сол жұмыс орнында болу керек деген графикті қояды. Сондықтан бұл жерде біз 5 деген балды беріп отырмыз. Жалпы оператор колл-центр деген мамандықтың 4 критерий бойынша осындай қорытынды. Айлық жалақысы 200 000 теңгеден басталады. 400 000, 500 000 теңге алатындар бар. Сонымен бұл мамандықты біз талдап шықтық. Давайте енді екінші мамандыққа тоқталайық. Екінші мамандық бұл marketplace менеджері. Енді бұл туралы кейбір адамдар естімеген болуы мүмкін. Қызметі туралы бір қысқаша түсіндіріп кетейін. Қызметі қандай? Озон, Wildberries, Kaspi деген маркетплейстарда товарларды қайта жаңартып отыру, маркетплейстарда дүкендер ашып, сол жерде жарнама беру, ол менеджердің мақсаты сатылымды көтеру. Талапсы қандай? Жалақысы қандай? Табысы 250 000 теңгеден басталады. Яғни бұл вакансия HeadHunter'де көрсетілген. 300 000 теңге табатындар бар, 400 000 теңге табатындар бар, от 250 000. Оңайлығы. Оңай ма, қиын ба? Бастап кету. Бұл жерде енді 6 деген балды беріп отырмыз. Себебі marketplace менеджері кез келген адам бола алмайды, белгілі бір білім керек. Кем дегенде сол Wildberries, Озон, Kaspi'ді білу керек, қалай жарнама жіберу керек, қалай товар қосу, қандай товарлар өтеді. Яғни бұл жерде уже білім керек болады, қабілет керек болады. Оны сіз универден немесе белгілі бір мектептен оқу алмайсыз. Сондықтан бұл жерде 6 деген балды беріп отырмыз.
Енді перспективасына тоқталайық. Перспективасында 9 деген беріп отырмыз, 10-нан 9. Перспективасы 9. Енді бұл маркетплейс менеджерін искусственный интеллекттер баса алмау шансы өте жоғары. Баса алмайды. Себебі маркетплейста жұмыс істейтін менеджер бұл жерде өзі анализ жасау керек, өзі қарау керек, қай товар өтіп жатыр, қай товардың өтімділігі төмен, и оны қолмен жасайды бұл жерде көбінесе. Ал робот оны жұмыс жасай алмайды. Енді әрине, неге 10-да 10 беріп тұрған жоқпыз? Себебі кейбір бөлшектерін, определенный жерлерін искусственный интеллект ауыстыру мүмкін. Мысалы, товардың суретін дайындап беру, немесе қай товар өтіп жатыр, қай товар өтпей жатыр, соны көмектесу мүмкін, бірақ толықтай қызметті баса алмайды. Перспективасы жақсы, искусственный интеллектті менеджердің өзі басқарып кете алады. Яғни искусственный интеллект оның орнын баса алмайды. График бойынша 5 деген балды беріп отырмыз. Маркетплейс менеджер болып удаленкада да жұмыс істеуге болады. Кейбір компаниялар өзінің офисында жұмыс істеуді талап етеді. Бұл жерде 5 деген балл 50-де 50. Бұл екінші мамандық, маркетплейс менеджері. Ал енді үшінші мамандыққа тоқталайық. Келесі үшіншісі монтажер. Видеоға түсіреді, редактировать етеді, монтаж жасайды. Енді бұл қазіргі нарықта сұранысқа ие мамандықтар бірі. Қызметі, мінекей, YouTube, Instagram, TikTok желілеріне видео түсіру, эффектілер қосу, жалпы әрлеу ғой видеоны. Енді табысы қандай? Монтажерлар қазір жақсы табады, табысы 300 000 теңгеден басталады. Кейбіреулер 600 000 теңге табады, тіпті біреулер 700 000, 800 000 теңге табатындар да бар. Енді 300 000 теңгеден басталады. Оңайлық жағынан қандай балл береміз? Оңайлық жағынан біз 5 деген балды беріп отырмыз. Себебі бастап кету бұл жерде жеңіл емес. Бұл жерде қабілет керек. Және адам бұл істі өзі жақсы көрмесе қиын да. Өйткені жарайды оператор колл-центр немесе маркетплейс менеджері болу, ол үйреніп алсаң болды. Ал монтажерда бұл уже адамның хоббиі немесе жақсы көрген ісі болмаса, бұл жерде өте қиынға түседі. Өйткені монтажерларды көп білемін, түнімен ұйықтамайды, түнімен жұмыс жасайды, именно видеоны монтировать ету ұзаққа созылады. Сондықтан бұл жерде бастап кету қиынырақ. Перспективасына 8 деген балл. Искусственный интеллект белгілі бір жұмыстарын баса алуы мүмкін, бірақ монтажердің толықтай жұмысын басқара алмайды, баса алмайды. Сондықтан бұл жерде монтажер болашақта да сұранысқа ие бола береді. Бос графигі бойынша өте жақсы. 9 деген балл. Удаленка жұмыс істей беруге болады. Көптеген видеографтар, монтажерлар, олар компанияда отырып жұмыс жасамайды. Олар тек керек кезінде ғана видеоға түсіреді. Одан тыс уақытында, бос уақытында өзі өмірмен сүріп, өзінің үйінде де видео монтажбен айналыса берсе болады. Бос график бойынша өте жақсы болып тұр. Яғни монтажердің бір плюсы перспективасы жақсы, бос график бойынша жақсы. Бірақ бір жаман жері оңайлылық жағынан жеңіліп тұр, себебі бастап кету қиындау болады. Бұл үшінші мамандық. Ал енді төртінші мамандық. Төртінші мамандық тендер маманы. Тоже HeadHunter'де специалист по тендерам, менеджер по тендерам деген бар. Бұл жерде енді қызметін бір түсіндіріп берейін. Қызметі ол кез келген мемлекеттік мекемеге керекті товарды, қызметтерді орындау. Енді мемлекеттік мекеме өзінің определенный сайттарында тендер жариялайды. Бұл адамның мақсаты сол тендерге қатысып, ұтып, орындап, табысын табу. Енді табыс жақтан тоқталатын болсақ, өте жақсы жері 1 миллионнан жоғары табыс таба алады. Бағанағылар мысалы от 200 000, 250 000 болса, бұл жерде уже 1 миллионнан жоғары табыс табылу мүмкіндігі бар. Және HeadHunter'де де, егер специалист болып жұмыс істейтін болсаңыз, ол жерде де жалақы төленуі өте жоғары. Оңайлық жағынан 7 деген балл. Тендер маманы болу әрине бірден бір оп-оңай емес, бірақ оны үйреніп кетуге мүмкіндік бар. Инструменттер қолданып кетуге болады. Және бұл істі бағанағыдай видеограф, монтажер секілді бір жақсы көру міндет емес, хобби болу да мақсат емес. Бұл жерде кез келген адам келіп, үйреніп, табыс таба алады. Ал енді перспективасына тоқталатын болсақ, 10 деген балл. Бұл саланы именно тендер маманын искусственный интеллект баса алмайды. Мүмкін емес. Госзакупте тендер іздеп, оны есептеп, оған заявка бере алуды только адам ғана жасай алады. Тіпті сайттың өзі ешқандай роботты өткізбейді. Сондықтан искусственный интеллект баспайды 10-нан 10. Бос график жағынан 10-да 10 тоже. Өткені мен білетін тендер мамандары, мен өзім де тендер маманымын, жұмыс істеймін кез келген жерде. Ноутбук болса болды, самое главное, телефон, ноутбук, интернет, все. Кофейняда болса кофейняда, офиста болса офиста, кез келген жерде, тіпті машинаның ішінде де отырып тендерге қатысып орындай беремін. Осындай бір плюстары бар. Бұл жерде енді оңайлық жағынан сәл қиын болуы мүмкін, бірақ дұрыс біліммен бастап кетсеңіз 1 миллионнан жоғары табыс таба аласыз. Бұл төртінші мамандық иесі. Ал енді соңғы мамандық иесіне бір тоқталып өтейік. Бұл искусственный интеллект.
Яғни жасанды интеллект контент менеджері деген мамандық қазір пайда болып жатыр. Бұның қызметін тоқталайық. Бұл мамандық иесінің мақсаты кәсіптің сатылымын көтеру. Яғни оны жасайды через искусственный интеллекттер инструменттер арқылы. Мысалы ChatGPT, Runway, DeepSeek деген секілді инструменттерге фото, видео, дайын мәтіндерді дайындау арқылы кәсіпкердің рекламасын күшейтіп, сатылымын көтерумен айналысады. Сол арқылы өзінің табысын табады. Бұл жерде табысы 500 мыңнан жоғары. Қазір бұл спросқа ие мамандықтардың бірі. Енді оңайлық жағынан қиын бұл сала. 7 деген балды беремін, енді тендер маманымен бірдей білім арқылы кіру керек, арнайы білімді үйреніп, осы искусственный интеллектті қарап, сөйтіп қана кіруге болады. Атак бұлай бір күнде сразу бастап кету деген мүмкін емес. Перспективасы 10 деген бағалды береміз. Бұл мамандықтың перспективасы енді бастап жатыр. Сондықтан болашақта бұл мамандықтың зарплатасы точно өседі, бұл спросқа ие болады. Бос график 9 деген балл. Енді бұл жерде 10-нан 9, себебі толықтай офиста отырмай жұмыс істеуге болады деп айта алмаймын. Кейбір моменттерде сол компанияның офисына барып консультация беру керек, жағдайды түсіндіру керек. Соңына келген кезде енді бұл мамандық иесі компанияға жұмыс істейді ғой, ал компаниядағы талап ете алады. Кел, көрсет отчеттарды деген секілді, сондай моменттерді барып көрсетуге міндетті болады. Сондықтан 10 деген балды бере алмаймыз, 10-нан 9. Көпшілік бөлімде алшақтан жұмыс істей береді, бірақ керек кездерінде офисқа баруға міндетті болып табылады. Мінекей 5 мамандықты сіздерге талдап көрсеттік. Енді қорытындылап бір мамандықтың балдарын толығымен көрсетіп шықсақ, яғни видео ұнап жатыр деген сенімдемін. Сіздерге арнайы өте күшті сыйлықтар дайындап қойдым. 2 адамға умраға жолдама, 2 адамға Түркияға жолдама сыйлағым келіп отыр. Шарттары өте оңай. Осы видеоның астына комментарий жазып, осы видеоға лайк басып, каналға подписаться етіп қойыңыз. Сосын осы выпуск аяқталған соң келесі шығарылымда жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Оператор колл-центрдің табысы 200 мың теңгеден басталады дедік. Оңайлық жағынан 7 балды бердік. Перспективасы 6 дедік. Өйткені бұл мамандықты басып кету шансы жоғары. Енді 6 балл 10-нан 6 дейтін болсақ, 4 балл уже искусственный интеллект жақта ғой. Бос график бойынша 5 деген балды беріп тұрмыз. Өйткені көптілік оператор колл-центр мамандары көпшілігі офиста отырып жұмыс жасайды. Монтажерлар бұл жерде бұл мамандық ұтып тұрған жері ол бос график және перспективасы. Бірақ ең қиын жері бұл оңайлығы. Оңайлық деген пунктте қиын, бастау қиын. Определенный қабілет керек және бұл саланы жақсы көру керек. Marketplace ең бір плюсы бұл перспективасы жақсы, бос графигі жақсы, бірақ оңайлық жағынан сәл тез бастап кету мүмкін емес. Табысы аздау, 250 мың теңге. Искусственный интеллект ең жақсы жері бос график, перспективасы өте жақсы. Искусственный интеллект енді өзі маман иесі болғаннан кейін өзі соны қолданады. Оңайлық жағынан 6. Бұл енді маркетплейстан қарағанда, колл-центрден қарағанда, тендер маманынан қарағанда бастап кету қиынырақ, бірақ зарплатасы өте жақсы, 500 мың теңге. Ал енді тендер маманның бір плюсы ол перспективасы жоғары. Искусственный интеллект баса алмайды өз орнын. Бос график, полностью бос графикпен жұмыс жасайды, ешкімге тәуелді емес. Оңайлық жағынан 7 деген балды беріп тұрмыз. Тура сол колл-центр, маркетплейстағы секілді, бірақ ең жақсы жері табысы 1 миллион теңгеден басталады. Және осы мамандықтардың арасында табыс жақтан әрине тендер ұтып тұр. Қарасаңыздар, бүкіл бал бойынша өте жақсы ғой. Жасыл бұл жанып тұр. Мінекей байқасаңыздар, 7 деген өте жақсы. 10 перспективасы бойынша 10-нан 10, бос график бойынша 10-нан 10. Кейбір мамандықтар ұтылып тұр позициядан, байқасаңыздар. Колл-центр, монтажер. Мысалы, монтажерда ешқандай қызыл жоқ. Маркетплейста тек оңайлығы жағынан плюс. Искусственный интеллект барлығы қызыл, байқасаңыздар. Осы жерден сіз қорытынды шығарсаңыз болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ең көп табыс табатын тендер маманы бұл жерде тез әрі оңай табыс табуға болады. Енді тендер мамандарын дайындайтын 3 күндік өнім дайындап шықтым. Ол рекорд 1 деп аталады. Яғни кез келген адам келіп, осы жерде 3 күнде тендер саласын толыққанды түсініп, үйреніп табыс таба алады. Мысалы, бағана оңайлығы жағынан 7 деген балды беріп тұрмыз ғой. Енді бастау жеңіл болу үшін сіз осындай бір 3 күндік пробный уроктарынан өзіңіз өтіп көруіңіз керек. Бағыңызды сынап көруіңіз керек. Енді толығымен бір цифралар тоқталып өтейік. Рекорд 1 3 күндік интенсиві 3 күн өтеді. 3 тақырып қозғалады, 3 куратор болады. Алғашқы тендеріңізді ұту мүмкіндігі аласыз. Рекорд 1-ден кейін сіз қандай нәтиже аласыз?
Рекорд 1-де сіз 3 күнде тендерді ұтуға көмектесетін керекті фишкалардың бәрін үйренесіз. Алғашқы тендеріңіз ұта аласыз, баға беру формуласын үйренесіз, поставщиктерді табу әдісін білесіз, және біз қатысып жүрген нишаларды сізге көрсететін боламыз. Негізі 3 күндік интенсивтің 3 пакеті бар. Онлайн пакет бар. Офлайннан 2 пакет, стандарт және VIP пакеттер бар. Аллаға шүкір, бізде қатысып жатқан адамдардың барлығы жақсы нәтижеге жетіп жатыр. 3 күнде тендер саласын бастап кетіп жатқандар бар. 3 күнде 100 000 теңге, 500 000 теңге, 600 000 теңге тауып жатқандар бар. Ал енді пакеттерді тоқталсақ, онлайн формат, ол онлайн эфирде, тікелей эфирде өтеді. Ол жерде тендершікте жиналған жабық чат береді, және онлайн пакетті алатын болсаңыз, жаныңызға 2 досыңызды сол сабаққа кіргізе аласыз. Сонда сіздер 3 адам болып, сол онлайн сабаққа қатысуыңызға мүмкіндік бар деген сөз. Стандарт пакеті. Алматы қаласында офлайн түрде қатысасыз. Мен өзім сол жерде боламын. Гарантия беріледі, тендерге заявка беруді үйреніп шығасыз, тендерге заявка беріп ұта аласыз. Тендерштерін жиналған жабық чат беріледі, және стандарт пакетіне жазылатын болсаңыз, жаныңызға 2 досыңызды алып келеді. Сонда 3 адам болып, осы стандарт пакетін алуыңызға мүмкіндік бар деген сөз. Келесі VIP пакеті тоже Алматы қаласында офлайн болады, гарантия беріледі, тендерште жиналған жабық чат беріледі, және бұл VIP пакетінің артықшылығы, сіздер алдыңғы қатарда отырасыздар, және менімен бірге интенсив аяқталғаннан кейін кешкі ас болады. Сол жерде бүкіл сіздерге сұрақтарыңызға жауап беріп, консультация беретін боламын. Және VIP пакетін алатын болсаңыз, жаныңызға 1 досыңызды ертіп алып келетін боласыздар. Рекорд 1 3 күндік интенсиві қалай болатын бір қысқаша көріп шығайық. Стиль қарапайым, но не қарапайым стиль. 11 демек ордалық ағайын. Қалайсыздар халқым? Жақсылар ма? Бүгінгі күнге настрой қалай? Сенен бай көрінем тұрсам да жалған аш. Мен стилім мүлде бөлек, терең өзек. Мен стилім қара бұқа қаш, сені сүзет. Стилім Ньюкасл, жаңа қорған, тарихта толы дорба, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Мінеке көріп шыққаныңыздай, офлайн формат дәл осындай қызықты өтеді. Ал енді рекорд 1-ге алдын ала қазір тіркелуге жазылып аласыз. Тиімді бағамен өзіңізге нақты орын алып қоясыз, және бонустар берілетін болады. Сондықтан төменде описаниеда сілтеме бар. Сол сілтемеден өтіп, өзіңіздің данныйларыңызды толтырсаңыздар, ертең менің көмекшім сізге хабарласып, толық ақпарат беретін болады. Жалпы 3 күндік интенсив бұл тендер маманы болудың ең жақсы бастамасы. Өйткені 3 күндік интенсивтің бағасы да қолайлы, минимальный рискпен бастап, максимальный прибыльға шығуға мүмкіндік бар. Сондықтан видео ұнаса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазыңыздар. Рекорд 1-ге жазылу тіркеу ашық. Дәл қазір тиімді бағамен жазыласыздар. Ол үшін описаниеда тұрған сілтемені өтіп, данныйларыңызды толтырсаңыздар жеткілікті. Барлықтарыңызға сәттілік.